Пойдемте, мне кажется, лек-пасака, көчпашмы коқты. Мама санары. Красаветка, и бүгін мен сабақта, біз бүгін не істейміз, айтыңызшы? Бүгін Фатима 8 наурызға біз аналардың құрметіне концерт ұйымдастырып жатыр екен. Соған маған жүрде деп жатыр. Мен бармасам енді бұл жасаған сыйлығын кімге береді, мен бармасам тақпағын кімге айтады, өлеңін кімге айтады. Сол үшін мен баруым міндетті болып тұр ғой. Я, бізде тақпақ болады, танцы болады, би болады. Барып үйреніміз болады, ол басқа біз қормен оны айтамыз. И, в принципе, ол болды. В общем, соларды еще подделкаларын беру керек қой. Я подделкамыз. В общем, мен қалмауым керек. Сонымен Мұстафаны тастап шығып баратырмыз екенбіз, жүгірейік деп кеттік. Фатиманың логын көріңіздер. Мінекей мынандай. Мына көлік кімнің көлігі деп ойлайсыздар? Иә. Мен ойлаймайсың. Дұрыс, Айшаға алынған көлік қой. Фатима киіп жатыр. Енді бізде андай қиын болып тұр да. Не осы көйлек, немесе қазір тағы бір көйлекті көрсетем. Бірақ Фатима мына көйлек таңдап тұр. Ана көйлек, ол менде мына қыштат. Мына жақта бір штучкалары бар, и мына жақта қыштат. В общем, қыштат деп мына ұзын көйлегін киіп тұр. Қалай сіздердің ойларыңызша жараса ма красаветкаға? Айшаның бәрі ақ, кәбік ақ. Только не қара. И бантик ақ. Міне, алдында естеріңізде болса, мына бантикті алғанбыз. Еще ол как-то принцесса, ну, который холода принцесса. Иә. Не, не да она принцесса? Холодное сердце. Соның аты. Иә. Соның Эльза. Эльзаның, иә. Көрістейік ал. Эльзаныкін қоймадың ғой, міне. Эльзаның бантигі, в общем, соны айтқысы келген. Аяғында бірақ бізде қара туфли. Потому что ақ туфли алмаппыз. Все белое, но туфли қап-қара ғой. И что? Так же в темном борот? Ұялмасаң болды, мен ұялып тұр негізі. Волосы в черный, колготки в черный, не черный. Когда будет эти? Одна черныйды қойсай. Мен бұл не істейтін ренжи ма десем, қайта ренжіп тұрған жоқ. Жүр, екінші көйлегіңді көрсетеміз. Мінекей екінші көйлегі міне мынандай. Та-да-да-да. Міне, красота ма? Мынау да красота, просто на жер қыштат дейді. На жере қыштат батыр маған. И бұл қысқалау Фатимаға. Тізесінен чүт асып тұрады. Мына көйлегі енді красотада бола ғой. Мен бай жүрсем, онда мынау көйлекті баспайды. Мынаумен жүрсем, басқалы мыналар ыңғайсыз дейді, в общем, мына көйлек. Сол үшін мына көйлекті кимей жатырмыз. Қой қызым, кешігеміз кеттік. Қараңыздар, Фатимада неше көйлек бар, мынандай розовый бар, мынандай ақ бар. Айша мен Аружаннан қалған көйлектер ғой, бұлардың бәрі мынандай қызыл бар, ақ бар, мынандай қазақ көйлек. А что, я должна донашивать их одежду? Что, я даже буду донашивать их мужа? Балуындайды адамды шошытып. Енді ол сенің сестраларың ғой. Әпкелерінің күн киеді ғой. Что я буду донашивать их муж деген қалай кетті, жынды қыз. Ну я же доношу одежду. Өтті жынды қыз. Дан қараңыздар на красавицаны. Куртка кидік, ботинка кидік, бірақ басымызға дым кимедік. Қазір машинаға отыра саламыз ғой, қызымыз екеміз, е? Зой, қара туфли. Қара туфли. Қара шашы. Қара шаш пен қара туфли болып тұр ғой. Ой, зачем я луғам? Мам, наверное, все так одеты. Бәрі ақ киетін сияқты, Фатима, барған соң көрсетеміз сіздерге де. Ой-ой. Я хочу играть. Қалай андай Фатима қобалжып отырған жоқсың ба, волноваться етіп? А что волноваться? Я только волнуюсь, потому что мы будем там танцевать, но я не запомнила танец, потому что это в прошлом году было. Баяғыда билерің білесіңдер ма не? Но я уже забыла его. Я только помню, что на колени нужно вставать и все. Ой, енді қайттық. А
А сегодня уже концерт. Дайындамады ма не? Дайындады. Просто Қалай билеу керек екен, дайындамады ма не? дайындады. Просто Ұмытып қалдым. Мы в прошлом году это танцевали, но потом все думали, что мы это запомнили, но я не запомнила. Келді мектебіне. Классына кіріп бара жатыр. Фатима. Anam bolsa yüzüp ötür kimen var, anam bolsa kartaymasın yerim var, tırı kezi kadırlısın, anam düşün ülkümüz lağlamadı sanandı. Апайлары осындай керемет видеоролик жасапты мамаларына арнап. Әрқайсысына әртүрлі сөздермен, сонымен көңілді болып қайтты, в общем. Аты-жөндеріңізге қарап, аналарына апарып бере қойыңдар, әркім өз анасына береді. Аналарын сылтап бере қойыңдар. Айтылған әлжан. Әлжан айтылған аналарын. Біздің шағын кішкене ғана ертеңгілігіміз, енді жаңадан осылай айта берсек үйренеміз ғой енді. Мерекелеріңіз құтты болсын, сондай бақытты, бақыт, жанашыр, ана болып жүре беріңіздер. Сіздерге 100 жасаңыздар, бақытты болыңыздар, отбасыларыңыз аман болсын. Осы балаларыңыздың қызығын көруді Алла тағаламыз нәсіп етсін сіздерге. Көп рахмет ата-аналар, сіздерге де келгендеріңізге де рахмет. Енді жақсы, ал енді апай сізге сөз берейік енді. Мінекей классыңыз әліпбимен қоштасудан кейін тағы да бір есеп беріп жатыр. Өнер есебі деп қабылдаймыз. Ол өнерлері құрметті аналарына, әжелеріне, үйдегі сіздерге арналған құрметті аналар. Әлемдегі бар жақсылық күннің көзінен, ананың сүтінен жаралған дейді ғой. Мынандай балаларды сүт секілді қазақтың болашағын өмірге алып келген сіздерсіздер. Сіздерге басым иген. Әркі таратып қасында отыратын қыздарға бере ғой. Әркім өзінің қасында тұратын қызға беріп жатыр. Қасында отыратын сол қызға бересің. Жоқ, неден арқасында бересің ғой. Біліп қойдық. Келесі. Мединаға бергісі келіп тұр ғой. Келесі. Апарып бере ғой. Ойла, мен қызым алып тұр, көрмей қойып. Кім берген видеодан? Келесі кім қалды? Енді қыздар ғана суретке түсейін деп жатыр. Мен қызым қайда? Все, бітті. Шықтық. Мә, бізде көктем шығып кетті уже. Қолында подаркасы. Қазір машинада көрсетеміз. И менің подаркымды көрсетеміз қазір. Сіздің?
Мынау да менің подарок. Ішіне не жазғанын көрсетем деген. Мам, мынау сізге сыйлығым менің. Сыйлығы жаңа әкеп берді ғой, көрдіңіздер ғой. Мә, жылағым келіп кетті ғой қызыма тура. Гүл анашым, жүрек. Ішін оқып берейін деген ғой, ішіндегі сөздерін. Анашым, мерекеңмен жарқын жүзді жан анам, сендей болсын бар адам, сендей болсын бар адам, шаттық кетпес баладан. Тілек білдіруші Фатима сердечко. Дұрыс па? Жаным. Міне красопеткаларыңыздың подаркасы. Мынандай блокноты бар негізі. Я осыған ұқсас, я? Сырты жүн-жүн. Бар ғой? Просто жүн-жүн. Тағы да бір жүн-жүн блокнот келді. В общем, ризасың ба? Еще жүн-жүн ручка. Еще жүн-жүн ручкасымен. Негізі сағат 12-ге дейін қалу керек болған. Бүгін апайлар көңілді болып кете берсін дейді. Ура! Деп қызымды өзіммен бірге алып кетіп бардым. Так весь год. Так всегда весь год. Қазір қызымыз екеміз соғымызды ішіп, шоколадымызды жейміз, е? Қайда сенің шоколадың? Үйге барып жейсің бе? Да, кеттік. Не істеп тұрсың? Келдік қызымыз екеміз. Ұйқысы кеп, шаршап, сүлпең-сүлпең етіп жүр. Ұйықтаймыз екемізді. Мен де шаршап тұрмын. Мен таңертең сағат 6-да ұйықтағам. Сосын қайтадан 8-де тұрдым. 8 болмай тұрдым. В общем, 1,5 сағат ұйықтадым ғой. Сонымен де ұйқым кеп тұр менде. Ал, көрсете ғой. Ручкасын қараңыздар. Жүн ручка. Единорожка. Ой, шынында екен ғой. Клетка екен деп ойлағам. А я думала, там ничего. Я думала, там пусто. Я думала, там пусто. Да, ғой іште жабысып қалған ғой. Сурет саламын дейді. Сурет салам десем. Салсаң болады ғой енді. Ну да, в принципе. Еще қараңдар, мына күшті ручка. Кіп-кішкентай еще. Әне соғы, шоколады. Не істейсің енді? Білмеймін. Уже сурет бастайсың ба? Білмеймін даже. Салып, сосын боя. На единорогты салсай, на единорогты. Не? Иә. Оп-оңай ғой. Салып, бояған соң маған айт, мен балаларға көрсетемін, ма? Мына жаққа. Жоқ, не жаққа салсай, мына жақ ыңғайсыз болса, мына жерге сал. Ал, Фатима не сурет салған, қараңыздар. Крем для рук. Мынау не? Ойл дейді. Май, бір нәрсе май. Аны помада. Помада? Иә. Тень. Иә. Міне жаңағы единорог, мына единорог қой, міне. Мұстафа оянып жатыр. Мынау не? Бұл анау ручка, которая Ал бұл басқа ручка. Сіздерге менің концертім ұнады ма? Бүгінгі 8 наурыз мерекелік концерті маған арнап қойған. Сіздерге ұнады ма? Тақпақты күшті айтты, е? Тақпағы ұнады. Басқа 1-2 қыз өлең айтты, оны түсірмедім қызым айтпағаннан кейін. Сол, нан қараңыздар. Нандай қып біз мына жерге жылтырақ қылып қойдық. Сонымен бүгінгі күнің ұнады ма қызым? Қоштасуың? Қатты ұнады. Енді не істейміз? Білмеймін. Баса, как үш бас. Ну, как-то было. Анар Кирсиджан, қызы Мұстафаны не был, ну ладно. И красотка. Надеюсь, сіз не көріп бұл видеоны да. Пока-пока.